Сәлеметсіздер ме достар, менің арнама қош келдіңіздер. Подсознание бәрін жасай алады. Джон Кехо. 3 бөлімнің жалғасы. Сәтті визуализация құпиялары. Бірінші, неге қол жеткіңіз келетіні шешіңіз. Емтихан тапсыру, жоғарылату алу, біреумен танысу, көп ақша табу немесе сквошта жеңімпаз болу. Екінші, босансыңыз. Бизнестен бірнеше минут үзіліс жасап, жаныңыз бен тәніңізді демалдырыңыз. Үшінші, 5-10 минут ішінде қалаған шындықты ойша елестетіңіз. Не істеп жатқаныңыз, немесе не алатыныңыз туралы көбірек ойланыңыз. Не көп, немесе аз болу мүмкіндігі туралы емес. Ойларыңызда өмір сүріңіз. Бұл қазірдің өзінде болып жатқандай. Шағын ішкі бейне жазба жасаңыз. Өзіңіз нені ең көп жасағыңыз келеді, сол нәрсені істеп жатқаныңызды елестетіңіз. Бір жағынан бұл іс жүзінде әлі болмағанын және әлі шындыққа айналмағанын түсінесіз. Бірақ біз өзіміз үшін салатын және үнемі ойша ойланатын суреттер біздің мақсаттарымызға арналған трамплинге энергия толы пішінге айналады. Бұл картиналар біз үшін жұмыс істейтін нағыз шынайы күш. Визуализация немесе елестету кезінде өзіңізге қажетті қасиеттерді беріңіз. Егер сіздің ойша бейнеңіз талантты, батылдықты, шешімді және табандылықты қажет етсе, оларды міндетті түрде қосыңыз. Кейде кино көріп отырғандай көздеген мақсатыңа жеткеніңді анық байқайсың. Кей кездері мақсаттарыңыздың жалпы бейнесін ғана көре аласыз. Екеуі де жақсы көрініс. Сіз дәл және еркін визуализацияны кезектестіре аласыз. Әрқайсысын 5 минуттан жасауға немесе өзіңізге ұнайтын біреуіне ғана назар аударуыңызға болады. Дәл көрсету, қол жеткіңіз келетін нәрсенің дәл суреттері мен көріністерін ойша жасаңыз. Алдын ала дайындалған сценарияны орындаңыз, оны бірнеше рет ойша ойнаңыз. Еркін визуализация, кескіндер мен ойлардың бірін-бірі еркін алмастыруына мүмкіндік беріңіз. Бірақ олар сіздің мақсатыңызға жету үшін оң жолды көрсеткенге дейін ғана. Мұнда ең бастысы тәжірибе екенін есте ұстай отырып, екі әдісті де қолданыңыз. Көптеген адамдар визуализацияның бастапқы кезеңдерінде қиындықтарға тап болады. Олардың миы қалаған көріністерді жасап, сыза алмайды. Егер сізде де солай болса, уайымдамаңыз. Суреттің толық және аяқталған болуы міндетті емес. Жүйелі түрде визуализациямен айналыса отырып, көп ұзамай миыңыз өз қалауыңыз бойынша ойша суреттерді жасауға үйренгенін байқайсыз. Айта кету керек, бір нәрсені тіпті 2 рет елестету жеткіліксіз. Нәтижелер мақсатыңыз орындалғанға дейін бірнеше апта, тіпті айлар бойы бейнені санада қайта-қайта басып шығарса ғана болады. Бір немесе 2 визуализациядан кейін нәтижелерді бағалауға тырыспаңыз. Егер сізде кенеттен күмән туындаса, және олар міндетті түрде пайда болады, оларды елемеңіз. Оларға қарсы тұруға немесе күресуге тырыспаңыз. Олар санаңызда еркін пайда болып және еркін жоғалып кетсін. Визуализацияны жалғастырыңыз және бәрі орнына келеді. Табысты бейнелеу үшін қажетті 2 шарт. Бірінші, әрқашан мақсаттарыңызды дәл қазір сізбен болып жатқандай елестетіңіз. Оны ойыңыздан шындыққа айналдырыңыз. Егжей-тегжейлі суреттер жасаңыз, рөлге кіріп, оны ойша ойнаңыз. Екінші, бір күнді жіберіп алмай, күніне кем дегенде 1 рет мақсатыңызды ойша елестетіңіз. Қайталау білімнің анасы. Миыңызда пайда болып, сонда тамыр жайған кез келген ой сіздің өміріңізге әсер етеді. Мен психолог Алан Ричардсонның белгілі және құжатталған эксперименті туралы айтқым келеді. Студенттік баскетбол командасы 3 топқа бөлінді. Олардың әрқайсысында ойыншылардың қорытындылары анықталып және жазып алынды. Бірінші топтың ойыншылары күн сайын спортзалға келіп, жаттығумен айналысатын. Екінші топтың баскетболшылары мүлде жаттыққан жоқ, ал үшінші топ өкілдері өте ерекше дайындықпен айналысты. Олар жаттығу залына бармай, өз бөлмелерінде қалып, жаттығу барысын ойша елестететін. Күніне жарты сағат бойы олар гол соғып, жеңіске жеткендерін көрді. Олар күн сайын ойша жаттығуларын жалғастырды. 1 айдан кейін барлық 3 топ қайтадан сынақтан өтті. Бірінші топ күн сайын жаттығу залында жаттыққандар. Нәтижелерін 24%-ға жақсартты. Екінші топта ештеңе жасамағандар, жақсару байқалмады.
Үшінші топтың ойша жаттыққан ойыншылар нәтижесі іс жүзінде жаттығу залында жаттыққандармен бірдей болды. Сонымен шығармашылық визуализацияның күші зор, бірақ бұл жерде табиғаттан тыс ештеңе жоқ. Ол ішкі механизмдер мен энергияның жұмысына, сондай-ақ ішкі ресурстарыңызды шығармашылықпен бағыттай білуге негізделген. Дұрыс ұйымдастырылған қиял адамның ең серпінді мүмкіндіктерінің бірі болып табылады. Дәл қазір осы сыйлықты пайдалана біліңіз. Бұл құбылыстың ерекшеліктері туралы алаңдамаңыз, немесе ойланбаңыз, тек процеске сеніңіз. Сұраныс, ұсыныстан кейін келеді, сондықтан керек нәтижені қажетті уақытта аласыз. Мақсатқа жетудің жолдары мен тәсілдерін табатыныңызға сенімді болыңыз. Табиғат әрқашан өзіне қойылған талаптарды орындай алады. Көбінесе адамдар бірінші қадамды жасамас бұрын барлық сұрақтардың жауабын білгісі келеді. Біз алдын ала болжап, барлық болатын нәзіктіктерді көргіміз келеді. Бірақ әдетте бұл мүмкін емес. Көбінесе оқиғалар күтпеген түрде дамиды. Актриса Кэрол Бернетт Лос-Анджелесте дүниеге келіп, әжесінің қолында тәрбиеленген. Олар жәрдемақымен ғана өмір сүргендіктен әл-ауқатқа әрең жеткізетін, және кедей болғаны сонша әжесі қоғамдық дәретханаларда дәретхана қағазын жинайтын. Әрине, оларда талантты қызды өзі армандаған университетке жіберуге ақшалары болмады. Алайда ол бір кезде оқуға түсетінін білді. Университетке түсе алмаймын деген ой менде болған жоқ. Мен өзімнің студенттер қаласында тұрып жатқанымды, сонымен қатар мені қызықтыратын пәндердің лекциясына қатысып жүргенімді елестеттім. Мен бұл туралы күнде ойладым. Менде оқуға түсуге ешқандай мүмкіндік болмаса да, студент болатыныма бір сәт күмәнданбадым. Ол ақшаны қалай тапты? Бір күні мектепті бітіргелі жатқан кезім еді. Пошта қарауға бардым. Пошта жәшігін ашсам, менің атыма жазылған конвертті алдым. Онда поштаның мөрі болмады, бірақ маркасы болды. Яғни, ол поштамен жіберілмеді. Оны мені пошта жәшігіме біреу тастап кеткен. Конвертті ашқанымда, ішінде университеттің бірінші оқу жылының ақысына жететіндей соманы көрдім. Және ішінде жазылған жазба жоқ, тек ақша. Мен оларды кім жібергенін әлі күнге дейін білмеймін. Ойларыңызды аша отырып, жаңа мүмкіндіктерді ашасыз. Әрине, егер сіз визуализация жасасаңыз, Кэрол Бернеттпен болғандай, бейтаныс адам сізге қалаған сома салынған конверт әкеліп бергенін күтуіңіз керек деп айтпаймын. Бірақ мен уәде беремін, жағдай өз мақсатыңызды жүзеге асыра алатындай дамиды. Оған сенсеңіз болады. Сіздің ойларыңыз сіз ойлағаннан әлдеқайда күшті, және әрбір ойдағы бейне адам өміріне әсер ете алатын нақты күш. Адамның мұндай қабілеттері бар деген тұжырым фантастика жазушыларының ойлап тапқаны емес. Олар шынымен де бізде практикалық механизм ретінде бар. Біз оны өз қалауымызша пайдалана аламыз.